Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 67-ші сабақ. Бүгінгі тақырып ұйықта бөпем жата ғой. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, өлеңдегі тірек сөздерді пайдаланып сөйлейсің. Бірінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы, ақын сұрағына жауап бер. Бұл кім? Бала, бала, бала деп түнде шошып оянған, түн ұйқысын 4 бөліп, түнде бесік таянған. Ыбырай Алтынсарин. Бұл ана туралы айтылған өлең екен балалар. Екінші тапсырма: бесік жырын әнімен айтып көр. Әлди аппағым, әлди аппағым, қойдың жыны қалпағың, жұртқа жаман болса да өзім сүйген аппағым. Әлди шырағым, көлге біткен құрағым, жапанға біткен тірегім, жаман күнде керегім. Қалқам менің қайда екен, асқар тауды екен, онда неғып жүр екен, алма теріп жүр екен. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, маңдайдағы құндызым, аспандағы жұлдызым, әлди ақ балам. Есіңе сақта: Мағжан Жұмабаев 1893 жыл мен 1938 жыл аралығында өмір сүрген ақын жазушы, солтүстік Қазақстан облысында туған. Шығармалары: Батыр баян, Оқжетпестің қиясында, тағы басқа шығармалары бар. Үшінші тапсырма: жырды түсініп оқы, құрылысына мән бер. Бесік жыры. Күнім, айым, ерке тайым, бөлейін енді. Тыста дауыл, жатқан ауыл, ұйқыңда келді. Жұмсақ бесік, жылы төсек, жата ғой қозым. Әлди бөпем, ұйықта жұм көзің. Құлын шақтар, қозы лақтар, бәрі ақ ұйқыда. Сен жұлдызым, сен көз нұрым, кір тәтті ұйқыға. Келесі 4-ші тапсырма: ана баласын қалай еркелетеді? Ананың қолданған көркем сөздерін тап деді балалар. Бесік жыры және әлди аппағым. Бесік жыры. Күнім, айым, ерке тайым, жұлдызым, көз нұрым, аппағым, шырағым, құрағым, терегім, керегім, құндызым, ақ балам. Келесі 5-ші тапсырма: 52-ші беттегі суретке зер сал. Бесік жырларындағы көркем сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап бер. Суретте кімдерді көріп тұрсың? Суретте ана мен бала бейнеленген. Анасы баласына не деп жатыр? Анасы баласын ұйықтату үшін бесік жырын айтып жатыр. Соңғы 6-ші тапсырма: өзің қандай еркелету сөздерін білесің? Тізбектеп жаз дейді. Балалар, бізге ата-анамыз, әжеміз, атамыз қандай бізді қалай еркелетеді? Ботам, құлыным, ерке тайым, айым, күнім,